Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, басқа пирогтың түрлеріне ұқсамайтын шайға арналған пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстіне қантымызбен ашытқыны салып, шым-шым тұзды салып, барлығын жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет, себебі құрамына ашытқы болғандықтан сүттің жылы болған дұрыс. Тым қатты ысытып жібермеңіздер, себебі ашытқымызды өлтіріп жібереді. Мінекей осымен біздің жаңағы дайындап алған массамыз дайын болды. Үстіне бір жұмыртқаны салып, бөлме температурасындағы сары майды салып, тағы да барлығын біркелкетіп араластырып алатын боламыз. Осындай үйдегі бар заттармен ғана жасалады. Құрамы өте қарапайым. Енді шаңышқымен жақсылап араластырып, үстіне өлшеп алған ұнымызды екі бөліп салатын боламыз. Міндетті түрде ұнды екі бөліп салыңыздар, барлығын бірден салмай. Және де ұнның електен өткізіп салынғаны дұрыс. Енді екінші бөлігін саламыз. Ең алдымен жаңағы шаңышқымен араластырып аламыз да, біркелкі масса болғаннан кейін қолымызбен қамырын дайындайтын боламыз. Мінекей бізде ешқандай құрамына сүт, айран, суды қоспасаңыздар да осындай құрамын дәл осы описание бөлімінде жазылғандай етіп тура қоссаңыздар, сіздерде осындай біркелкі қамыр дайын болады. Сол себепті қандай пирог жасасаңыздар да таразыны пайдаланып жасасаңыздар, сіздерде дәл сондай жаңағы құраммен дәл менікіндей пирог дайын болады. Міне біздің жаңағы қамырымыз дайын болды. Енді шамамен 30 минутқа тындырып қойып қоямыз. Мен асығыс уақыт болғаннан кейін шамамен 15 минуттан кейін алып жасай бердім. Сіздерде егер уақыт бар болса 30 минут ұстағандарыңыз дұрыс. Енді қамырдың арасына ешқандай түйіршік қалып қоймас үшін тағы да еуін қандырып бір рет басып жібереміз. Осы екінші басқан уақытта сіздер тағы да бір 10-15 минутқа тындырып қойып қойсаңыздар, сонда сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Мен асығыс болғандықтан осы қамырды дәл теңдей етіп 3 бөлікке бөліп алдым. Шамамен менде 196 граммдай болып шықты. Осылай сопақша етіп жайып аламыз да, теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді осы бөліп алған бөліктерді дөңгелекше етіп, жаңа формасына келтіреміз де, шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз, жұмсақ болу үшін. Одан соң барып біз қамырын жаюға кірісетін боламыз. Қамырын енді дөп-дөңгелек етіп жайып аламыз. Сәл жұқалау болғаны дұрыс. Тым қатты қалың етіп жібермеңіздер. Бізде себебі 3 қамыр болғандықтан бір-біріне біріктіргендіктен сәл жұқалау қылып жайғандарыңыз дұрысырақ болады. Мінекей бірінші қамырды жайып, пергамент қағазының үстіне орналастырдым. Міндетті түрде сапалы пергамент қағазының үстіне орналастырыңыздар. Мен паклаған деген пергамент қағазын пайдаланамын. Енді келесі бөлігінде дәл солай жайып аламыз да, жаңағы бірінші бөлігінің үстіне үйдегі джем болсын, тосап, яғни варенье болса да үстіне жаңағы салмасын сала берсеңіздер болады. Мен бұл жерде өріктің вареньесін салдым. Қанша қосуларыңыз ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен жаңағы жеткілікті етіп, жұқалау етіп жағып шықтым. Осы тосаппен дәл осы пирог өте дәмді болып шығады. Себебі бізде тосаптың дәмі өте тәтті екенін білесіздер. Құрамында қанты болғаннан кейін бізде өте дәмді пирог дайын болады. Енді жаңағы екінші жайып алған қамырымызды үстіне орналастырамыз. Жаңағы шет жақтарына жеткізіп етіп орналастырып шығамыз. Екінші бөлігін жайғаннан кейін оның да үстіне жаңағы тосабымызды жайып шығатын боламыз. Қамырдың үшінші бөлігін жайып, оның бетіне ешқандай да вареньені жақпаймыз. Себебі біз осылай кесіп, қазір әдемілейтін боламыз. Шет жақтарын барлығын кесіп шығамыз. Міне видеода көргендеріңіздей ортасын қалдырамыз. Шет жақтарын жұқалау, яғни жіңішкелеу етіп кессеңіздер, формада да әдемі көрінетін болады. Мінекей осылай кесіп алғаннан кейін екі жағынан ұстап, әдемілеп формасына келтіретін боламыз. Осылай узорын жасаймыз. Яғни видеода толық нақты түсіндірілген деп ойлаймын.
егер сіздерге дәл осы рецепт ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жоғарғыдағы қоңырауша белгісі бар. Мен рецепт салған уақытта сіздер менің салған рецепттерімді бірден көре алатын боласыздар. Сол себепті жаңағы парақшама тіркеліп қойып, лүпіл басып, астына пікір бөліміне өз ойларыңызды жазып қоюды да ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз бар болса, пікір бөліміне жазсаңыздар болады, мен жауап беретін боламын. Енді жаңағы жасап алған узорымыздың үстіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Жұмыртқаның сарысын міндетті түрде жағамыз, себебі піскен кезде бізде пирогымыздың беті өте әдемі, сарғыштау, жылтыр болып пісіп шығатын болады. Сол себепті міндетті түрде бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды да ұмытпаңыздар. Енді барлығын дайындап болғаннан кейін 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Неге осымен біздің пирогымыз дайын болды? Өте дәмді әрі жып-жұмсақ, тез дайын болатын. Құрамы да өте қарапайым. Пирогтың рецебі дәл осылай жасалады. Егер сіздерге ұнаған болса, менің парақшама тіркеліп, лүпіл басып, менің YouTube каналымнан тегін видео рецепт мастер-класстарын көргілеріңіз келсе, парақшама міндетті түрде тіркеліп, егер де сұрақтарыңыз бар болса, пікір бөліміне жазып қойыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал астарыңыз дәмді болсын, сіздерге дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге ұсыныс жасаймын. Міндетті түрде отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар, және де жоғарғыдағы Instagram парақшамада тіркеліп, түрлі видео рецепттерді көре аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.